Саламатсыздар ма балалар? Бүгін 4-тоқсан 6 сәуір 2020 жыл қазақ тілінен алғашқы сабағымызды бастаймыз. 8 бөлім әлемдегі қақтығыстар және бейбітшілік. Бірінші, екінші сабақ қақтығыстардың пайда болуы. Сабақтың мақсаты кең көлемді мәтіндердегі мақала, интервью, мақсатты аудитория мен көркемдегіш құралдардың рөлін талдау, аралас құрмалас сөйлемдердің жасалу жолдарын білу және қолдану, мәтінде көрсетілген мәселеге арналған талқылау сұрақтарын құрастыру. Кең көлемді мәтіндердегі мақсатты аудитория мен көркемдегіш құралдардың рөлін талдайды, аралас құрмалас сөйлемдердің жасалу жолдарын біледі, аралас құрмалас сөйлемдерді құрастыра алады, мәтінде көтерілген мәселеге арналған талқылау сұрақтарын құрастыра алады. Бұл біздің бүгінгі сабақтағы бағалау критерийлеріміз. Сабағымызды бастамас бұрын алғашқы сұрақтарды қойғым келіп отыр. Мәтін мазмұны мақсатты аудиториясына қарай неліктен кең көлемді және тар көлемді болып бөлінеді деп ойлайсыз? Аралас құрмалас сөйлем дегеніміз не? Олай болса, осы сұрақтар төңірегінде бірге оқып түсінейік. Мәтін мазмұнына қарай аудиториясы. Мәтін аудиториясы кең немесе тар шеңберде болуы мүмкін. Кең шеңберлі аудитория бұқара халық, көпшілік, осы мәселеге қызығатын ересектер мен орта жастағы адамдар. Тар шеңберді аудитория белгілі бір ғылым сол салаға қатысты болса, сол саланың адамдарына арналады. Мәселен, А мәтіні бос уақыт қоғамның даму көрсеткіші екеніне дәлел іздегендер мен осы тақырыпты зерттеушілерді қызықтырса, Ә мәтіні интернет оқырмандарды, блогерлер, артық жұмыс істеуді құптайтын қызметкерлерге арналған. Яғни, мәтін мазмұнына қарай аудиториясы дегеніміз кең көлемдегі аудитория, ол көпшілікке арналған. Бұқара халыққа, осы мәселеге қызығатын үлкендерге, тағы басқа көпшілік қауымға арналған. Тар шеңбердегі аудитория белгілі бір салаға қатысты адамдарға, кәсіпке, ғылымға байланысты адамдарға арналған аудиторияны тар шеңбердегі аудитория деп атаймыз. Екінші сұрағымыз, аралас құрмалас сөйлем дегеніміз не? Оқулықтың 128 бетін ашыңыздар. Аралас құрмалас сөйлемнің жасалу жолдары деген тілдік бағдар берілген. Аралас құрмалас сөйлем дегеніміз не? Бірнеше жай сөйлемдердің, кемінде 3 жай сөйлемнің бір-бірімен салаласып та, сабақтасып та байланысқан түрін аралас құрмалас сөйлем деп атаймыз. Мысалы, адам баласы ежелден ақ табиғи ресурстарды пайдаланып келсе де, оның қыры мен сырын таныды деу қиын. Себебі, табиғи ортаның әлі ашылмаған қыры көп. Сонымен қатар айтылмаған жыры да аз емес. Мұндағы қарсылықты сабақтас, адам баласы ежелден табиғи ресурстарды пайдаланып келсе де, оның қыры мен сырын таныды деу қиын. Себеп салдар сағалас, оның қыры мен сырын таныды деу қиын, себебі табиғи ортаның әлі ашылмаған қыры көп. Ыңғайлас салалас, табиғи ортаның әлі ашылмаған қыры көп, сонымен қатар айтылмаған жыры да аз емес. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, бұл сөйлем 4 жай сөйлемден құралған. Ішінде сабақтас құрмалас сөйлемде бар, салалас құрмалас сөйлемде бар. Яғни араласып келіп отырғандықтан осындай сөйлемдерді аралас құрмалас сөйлем деп атаймыз. Тыңдалым тапсырмасы. Тақырыбымызға қайта оралатын болсақ, біздің тақырыбымыз қақтығыстардың пайда болуы. Жалпы қақтығыс ұғымын қалай түсінесің? Қақтығыс не үшін болады?
адамзат үшін оның қандай зияны бар? Сіздерге қосымша берілген аудио материалда осы тыңдалым мәтіні берілді. Соны тыңдап, астындағы сұрақтарға жауап беріңіздер. Тақырыбын анықтаңыздар. 20 ғасыр басындағы аса зардапты қақтығыс қалай аталады? ТМД-да не себепті қақтығыстар туындады? Осы төңірегінде ойларыңызды жеткізіңіздер. Келесі оқылым тапсырмасы 4-ші тапсырма. Кітаптың 126-шы беті. Мәтінді оқып, тапсырмаларды орында. Бұл мәтін кімге арнап жазылған? Неліктен? Кең көлемді немесе тар көлемді көзделген аудиториясын анықтаңыздар. Ойларыңызды дәлелдеп жазып, бір мысалмен мысал келтіріңіздер. Келесі тапсырма жазылым тапсырмасы. Дәл сол 4-ші тапсырма кітаптың 126-шы беті. Мәтінді оқып, тапсырмаларды орындаңыздар. Мәтіннен салалас және сабақтас құрмалас сөйлемдерді тауып, мағыналық түрлеріне қарай ажыратып жазыңыздар. Салалас құрмалас сөйлем, сабақтас құрмалас сөйлем және оның мағыналық түрлері. Балалар, үйге тапсырманы жазып алыңыздар. 7-ші тапсырма 129-шы бетте. Адамзат тарихында аса зардапты із қалдырған Ұлы Отан соғысы туралы мәтін құра, мәтінде аралас құрмалас сөйлемдерді қолдан. Оқушылар, сіздерге жоғарыда берілген жазылым тапсырмасын, оқылым тапсырмасын, тыңдалым тапсырмаларынан жазған жауаптарыңызды, айтқан аудио жазбаларыңызды маған жекеге осы сабақтың бойында жіберіңіздер. Үйге тапсырма түсінікті болған шығар деп ойлаймын. 129-шы бет. Адамзат тарихында аса зардапты із қалдырған Ұлы Отан соғысы туралы мәтін құры. Мәтінде аралас құрмалас сөйлемдерді пайдалан. Сабағымыз аяқталуға жақын. Олай болса, бүгінгі алған білімдерімізді блок ағаш арқылы өзімізге өзіміз баға береміз. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, суреттерде сандармен берілген, сол сандармен берілген бейнені таңдап және не үшін таңдағандарыңызды түсіндіріп жіберіңіздер. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.